Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар? Менің есімім Мейрам. Айтайын деп отқан тақырыбым орыс тіліндегі және халықаралық тілдердегі халықаралық терминдер. Соның ішіндегі мына қазақ сөздер, яғни түркизмдер. Енді мына айта кету керек. Біздер мына Ресей империясына бағынышты болып қалғанымызға көп болса 200 жыл, 300 жыл ар жағында біздер енді біздер қазақтар түрік халықтарына жатамыз. Біздер топтайды түркі тілдес халықтар деп. Түркілеріміз не болмаса түріктеріміз. Сол жаңа біздің ата-бабамыз ар жағында 300 жылдың ар жағында мысалы мына Евразия континентін билеген халық деп айтуға болады. Қытайда да болған біздің ата-бабамыз, үнде де, парсыда біздің тіліміз халықаралық тіл болып кеткен. Кезінде халықаралық тіл болған. Қытайдың тілінде де бар біздің сөздеріміз. Үнді тілдерінде, парсы тілдерінде, араб тілдерінде, екі бастан мына орыс тілінде де екі бастан бар. Мына Европа халықтарының тілдерінде де біздің сөздеріміз бар. Енген, кәдімгі тілдеріне енген. Сол жаңа енді Ана древнегреческий дейді, латиница дейді жаңағы. Сол сөздер өзіміздің ата-бабамыздың сөздері айналып орыс тілі арқылы бізге қайтып келіп жатыр. Соны біздер көп біздің ағайындарымыз, бауырларымыз көп соны байқамайды. Соны кішкене айтайын дегенім ғой. Міне бірінші сөз ситуация деген сөз. Ситуация, так. Ситуация, мана ция деген жалғауын алып тастаймыз. Сонда ситуаға, ситуа деген не сөз? Бұл біздің өзіміздің қазағымыздың мына іс туа, басымызға іс туғанда, міне іс туа деп жазылады, иә болмаса ісі туа деп жазылады. Басымызға іс туғанда деген кәдімгі қазағымыздың өзіміздің сөзіміз. Мана ситуация деп сөйлеп жүргеніміз. Келесі сөз актуальная проблема дейді. Актуальная проблема. Ол да біздің қазағымыздың сөзі. Мана актуальная дегенді алып тастаймыз. Актуаға, актуа. Ақ деген сөз, ақ деген сөз бұл жерде тек қана ақ түс емес. Ақ деп, мысалы бізде ақ деген сөзден ақын ғой, ақын. Ақын кім ол? Жыршы, ағартушы. Ақын деген, ағартушы. Ол мына жаңа ең бірінші бір жаңалықтарды білетін ақын, халыққа жеткізетін сол да ақын. Яғни мына ақ деген сөз бұл жерде жаңа деген сөз мағынаны білдіреді. Жаңадан туылған проблема. Актуа деп былай жазылады. Актуа. Өзіміздің ата-бабамыздың сөзі. Актуа бізге мына актуальная проблема латиница болып келіп жатыр бізге. Ешқандай латиница, енді латиница де болар енді, бірақ сол латиница арқылы, орыс тілі арқылы бізге қайтып келіп жатыр. Келесі сөз вассальная зависимость деген сөз бар. Вассальная зависимость. Вассал. Ол не деген сөз? Вассал. Ол кәдімгі біздің қазағымыздың бас сал деген сөзі. Басыңды сал. Ол қандай жағдайларды айтады? Мысалы, енді жаман айтпай жақсы жоқ. Бір ағайыныңыз, бір жақын бір бауырыңыз, бір жаман бір жағдайға түсіп қалады мысалы. Мысалы айтайық, түрмеге түсіп қалды. Енді соны құтқару үшін сіз басыңыз салмайсыз ба? Басыңыз саласыз ғой кәдімгідей соны құтқару үшін. Бас сал деген сөз өз еркіндігіңнен бас тартып біреуге бағын деген сөз. Тап-таза біздің сөзіміз. Вассал деп, бас емес, вассал деп жазылады. Не екенін білмеймін. Енді біздің өзіміздің кәдімгі сөзіміз, қазақ сөзіміз. Сосын тағы бір сөз мен назарыма іліккен, мына
солтүстік полюс, оңтүстік полюс деген сөздер бар. Полюс деген сөз. Яғни екі полюс мына жер шарыны екіге бөліп тұр. Екіге. Екі бөлікке. Солтүстік бөлік, оңтүстік бөлік. Енді осы сөздерді бөліс деп те айтуға болады. Ол қате болмайды. Солтүстік бөліс, оңтүстік бөліс. Яғни полюс деген сөз, ол бөліс деген сөзіміз. Тағы да біздің ол нақты қазақтың сөзі. Оңтүстік бөліс, солтүстік бөліс. Келесі сөз. Экватор деген сөз. Жаңа экватор, экватор, ол ана экватор, деген сөз, ол екі деген сөзіміз. Екі. Ватыр, ол уатыр деген сөз. Екі ватт, яғни жерде екі, ол ойша сызық қой, экватор деген. Жерді қақ ортасынан бөлетін ойша сызық. Ана күн тігінен тұрады ол жерде, тіктен. Өте ең ыстық жері жер бетіндегі ойша сызық, ойша. Соны экватор дейді. Бұл шын мәнінде де сол сызық жерді екіге бөліп тұр. Екі бөл, екі ватт дейді. Екі ватт, экватор, экватор. Енді ватт деген сөз, ол майдалап таста деген сөз деп айтуы мүмкін маған. Бірақ ватт деген сөздің алдында екі деген сөз тұр ғой. Ол майдала деп тұрған жоқ. Тек қана екі ватт деп тұр. Екіге ватт болды. Біздің таптаза қазағымыздың сөзі. Сондай, мына енді сіздер ағайын көріп отырсыздар. Мына біздің тіліміз көп. Мына өзге тілдердің көбіне нәр болып отыр кәдімгі. Нәр біздің тілімізден сөздер алып, өзінің тілдерін байытып отыр. Сондықтан біздің қазақ тіліміз мақтануға тұратын тіл. Қазақша сөйлегеніңізге мақтанып жүру керек. Ұялмау керек қазақша. Мына жастарға әсіресе, мына жастарға айтатын. Қазақша сөйлеуге ұялмау керек. Біздің тіліміз мақтануға тұратын тіл. Мына көп халықаралық терминдердің көбі дұрыстап жіктеп қарасаң, ар жағы тюркизмдер келең. Яғни қазақтың сөздері деп айтуға болады. Ең болмаса мына екі қазақ, мен бір өтінетінім, екі қазақ бір-бірімізбен кездескенде қазақ тілінде, өзіміздің қазақ тілімізде сөйлейікші. Орыс тілін, ағылшын тілін білме деп айтпаймыз. Өз тіліміз басты тіл болу керек қой. Кез келген жерде өз тіліміз басты тіл болу керек. Өз тілімізде сөйлейік. Осымен енді ал әзірге көріскенше тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.